Сәлем достар, сіздермен бірге Эльмира Береке жайма каналына қош келдіңіздер. Қазір қатпарлы қамыр жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алдымен електен өткізілген 850 грамм ұн, 500 грамм салқын су, 1 жұмыртқа және 1 ас қасық тұз керек болады. Жұмыртқамыз бен тұзымызды ерігенше жақсылап араластырамыз. Сосын судың барлығын бір мезетте құйып жіберіп, жұмсақ қамыр елеміз. Қамырымыз жұмсақ болады және оны салафанға салып тындырып қоямыз. Әбден иіні қанғанша бір-екі рет қайтарып басып елеп, осы қамырдан 3 күлше шығады. 3-ке бөліп, осылай әдемілеп тағы да бір рет иінін қандырып аламыз. Иіні қанғаннан кейін жұмыс жасауға кірісеміз. Мен осы жерде уже 3 қамырды жайып, араларына 82,5% майды жағып болдым. 3-ші қабаты, яғни 3-ші күлше. Майды ертіп, мүмкіндігінше қолмен жаққан мен үшін өте ыңғайлы. Сіздер щеткамен жағатын болсаңыздар, немесе қолмен жағам десеңіздер, өз еріктеріңізде. Осылай майды жағып, үстіне ұн сеуіп, май кепкеннен кейін рулон қылып ораймыз. Осылайынан шиыршықтап, арасына мүмкіндігінше ауа қалдырмайтындай қылып, тартып орап, сосын орап болғаннан кейін морозильникке, салфанға салып, морозильникке шамалы май ортасына бір-біріне сіңу үшін салып аламыз 20-30 минутқа. Содан кейін ғана бөліктерге бөлуге болады. Мен сіздерге алдын ала осылайынан тағы бір партиясын жасап, морозильникке қатырып алдым. Соны қазір шығарып, бірге бөліп, упаковка жасауға дайындайтын боламыз. Бұдан біреуі менде морозильниктен шыққан, біреуі жаңа осы тұрған свежий. Бұны морозильникке жібереміз қатыруға. Бізге упаковка жасау үшін қалтқы керек, вакууматор керек және таразы керек. Таразыға өз еркіңізде, егер андай кішкентай дастарханға қоятын жасайтын болсаңыз, самсаны 30 граммнан салсаңыз болады. Немесе үлкен күнделікті үйге жасайтын болсаңыз, 50-60 граммнан өз қалауынша мөлшерлеп сала бересіз. Мен мына жерде 30-35 граммнан өлшеп кестім. Бір пачкаде общий 750 грамм шықты. Осыны сатылымға 800 теңгеден шығарамын. Наклейкасын жабыстырып, назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, профильде WhatsApp номер бар. Сол WhatsApp номерге өтсеңіздер болады. Әрбір жасаған астарыңыз берекелі болсын.